Диплом алған мамандардың барлығы да қазіргі кезде университет аяқталған кезден бастап жұмысқа бірден орналасып кетуінің сәті түсе бермейді. Қазіргі уақытта жұмыс берушілер ең алдымен жұмысқа алынып жатқан азаматтың жұмыс тәжірибесі болуына ерекше назар аударады. Бұл жағдайда күні кеше университетті бітірген түлектерге дипломмен ауылға бағдарламасы көмекке келе алады. Дипломмен ауылға бағдарламасы жас мамандарға берілген жаңа мүмкіндік деп ойлаймыз, себебі бұл бағдарламаның басты мақсаты ауыл аймақтардағы әлеуметтік, техникалық мамандармен қамтамасыз ету болып табылады, және де жастар ауылдық тіршілігімен және ондағы халықтың өмірімен таныс болғаны дұрыс. Мамандардың тұрғысынан алғанда әлеуметтік қамсыздандыру 0,80%, спорт 1,40%, мәдениет 2,70%, өнеркәсіптік кешен 2,80%, денсаулықты сақтау 21,20% және де білім беру саласы 75%-ды құрады. Дипломмен ауылға бару бағдарламасы елбасымыздың 2007 жылғы 5 наурыздағы тапсырмасына сәйкес әлеуметтік саладағы білікті мамандардың тапшылығы және ауылдық жерлерде көрсетілетін білім беру, медициналық және өзге әлеуметтік қызметтер сапасының қанағаттанғысыз болуы аталған тапсырмаға негіз болды. Жоба шеңберінде ұсынылатын әлеуметтік қолдау шаралары агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы Қазақстан Республикасы заңының 18 бабының 8 тармағының регламенттелген. Біз осы бағдарламаны көбісі біле ме екен деген мақсатта әлеуметтік желіде арнайы сауалнама парақшасын ашып, бірінші курс студенттерінен және өзіміздің достарымыздан өтуді өтінген еді. Және де осы сауалнамаға тоқталып өтсек. Осы біздің сауалнамада көптеген сұрақтар болған, бірақ біз сіздерге ең маңызды сұрақтарды айтып өткіміз келіп отыр. Сіз дипломмен ауылға бағдарламасын бұрын сонда естіп пе едіңіз деген сұрақ, ол біздің бірінші сұрағымыз болды. Және де 64% я деп жауап берді, 36% жоқ деп жауап берген болатын. Бұл бағдарламамен ауылға барған туыстарыңыз немесе жақындарыңыз бар ма деген сұраққа 26% я деп жауап берді, және де 74% жоқ деп жауап берген болатын. Бұл бағдарлама сізді қызықтыра ма деген сұраққа 35% я деп жауап берді, ал 65% жоқ деп жауап берген болатын. Осы үш сұрақты қорытындылай келгенде, көбісі бұл бағдарламаны тани бермегендіктен оған қызығушылығы мүлде жоқ екенін білуге болады. Және де біздің осы сауалнамаларымыздың ішіндегі ең қызықты және ең маңызды сұрақтарымыз ол егер де қалада жұмыссыздықпен бетпе-бет келсеңіз, бірақ та сізді ауылда дайын жұмыс орны күтіп тұрса, сіз барар ма едіңіз деген сұраққа 36% я деп жауап берді, ал 64% жоқ деп жауап берген болады. Егер ауылда инфрақұрылымдық жағдай жақсы болса, сіз ауылға барып қызмет етер ме едіңіз деген сұраққа 62% я деп, 29% жоқ деп жауап берген болатын. Сіздің ойыңызша бұл бағдарламаның болашағы бар ма деген сұраққа 90% я деп жауап берді, және де 10% жоқ деп жауап берген болатын. Осыған орай айтып өтерім, жастарға егер де жағдай жасаса, жастар ауылға барудан қорықпас еді деген біз тоқталымға келіп отырмыз. Дипломмен ауылға бағдарламасымен шыны керек толыққанды таныс емеспін, бірақ дәл осы бағдарлама біздің елімізде жүргізіліп жатқан мен білемін. Және де өзімнің көзқарасым өте жақсы, себебі дәл осы бағдарламаның арқасында еліміздің көптеген жаңағы түпкір аймақтарында, әсіресе ауылдық аймақтарда еліміздің экономикасының дамуына бірден бір жаңағы зор үлесін қосып жатыр деп ойлаймын. Мен бұл бағдарламаны жақсы бастама деп ойлаймын, бірақ та қазіргі кезде жастар ауылға қарағанда қалада көп мүмкіншілік болғандықтан қаланы таңдайды. Сондықтан да ауылға деген қызығушылықты көбейту үшін бұл бағдарламаны жаңа тұстан таныстыру керек. Қазіргі уақытта дипломмен ауылға бағдарламасымен қызмет етіп, Алия ауылында өзінің тәжірибесін шыңдап жатқан Айгерім есімді қонағымыздан интервью алуды жөн санадық. Сіз дипломмен ауылға бағдарламасымен қазіргі кезде ауылда жұмыс істеп жатыр екенсіз. Бірінші сұрағымыз, сіз қай елдің тумасысыз, атыңыз кім, өзіңіз туралы айтып өтсеңіз. Саламатсыздар ма? Менің есімім Шындалуова Айгерім Рахметоллақызы, Ақтөбе қаласынан боламын. Жалпы 2017 жылы университетті бітірдім. Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеттің. Осы жылдан бастап осы дипломмен ауылға бағдарламасымен жұмыс істеп жатырмын. Қазіргі таңда қай мамандықпен жұмыс атқарып жатсыз? Сол 2017 жылы 2 шет тіл мамандығын бітірдім. Қазіргі таңда ағылшын тілі мұғалімі болып жұмыс істеп жатырмын.
Сіз осы мамандықпен бардыңыз, осы ауылда ол мамандық дамыған ба екен? Қандай деңгейде дамығанын айтып өте аласыз ба? Ауылда енді толыққанды дамыған деп айта аламын. Қаладағы оқушылардан кем емес балалар, және де барлық ең біріншіден енді ағылшын пәніне құрал жабдықтар, интерактивті тақта деген сияқты барлық жабдықтармен жабдықталған. Сол себепті дамыған деп айта аламын. Енді келесі бір сұрақ, сіз жалпы осы бағдарламамен қалай танысқан едіңіз? Сол жайлы айтып өтсеңіз. Так, негізі 2013 жылы мен университетке түскен кезде грантпен түстім, яғни ақысыз түрде. Сол кезде мен ауылдық квотаны ұтып алған болатынмын. Яғни сол кезде университетке түскенімде бізде жаңағы не болады, ол шарт, келісім шарт болады. Сол кезде мені таныстырған болатын. Яғни университет аяқталғаннан кейін міндетті түрде осы ауылдық квотаны ұтып алған студенттер ауылдық жерде 3 жыл осы отработкамен жұмыс істеу керек. Түсінікті. Шыны керек, сіздің бұрында бағдарламаға бару жоспарыңызда болған ба? Негізі енді шыны керек жоспарда болған жоқ. Және де енді қаладағы студенттер осы ауылға барғанда ең басында танымайтын жер болғандықтан қорқыныш болады. Сол себептен жаңағыдай жоспарда болған жоқ. Міндет сол себептен ең біріншіден барған болады. Қазіргі уақытта бұл бағдарламамен ауылда қызмет етіп жатқаныңызға қуанасыз ба, де өкінесіз ба? Негізі ең басында жаңа айтып кеттім ғой, шамалы қорқыныш болды. Ең басында осы 2018 жылы мен 4 ай жұмыс істеген болатынмын басқа ауылда. Сол кезде мен жаңағыдай істей алмаймын деп кетіп қалған болатын. Бірақ уақыт өте келе осы жылдан бастап мен осы Алия Молдағұлова атындағы орта мектепте жұмыс істеп жатырмын. Оқу енді аяқталғалы жатыр. Барлығына үйренісіп кеттім, тіпті алдағы жоспарда осы ауылда қалсам ба деген барлық жаңағы условиялары бар. Сол себептен маған қазіргі таңда ұнап жатыр барлығы. Ауылда қызмет етіп жатқан кездеріңіздегі алғашқы сәттеріңізде қандай қиыншылықтармен кездестіңіз? Қиыншылық ең біріншіден танымайтын өңір болғандықтан сол жағынан қорқыныш болды. Бірақ айта кетейін, ауылда ондай ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Жалпы барлығы мені жақсы қарсы алды. Және де барлығы ойлайды, осы ауылда ешқандай жаңа мүмкіндіктер жоқ деп, свет те, газ да, Wi-Fi ма барлығы бар. Сол себептен ешқандай қорқудың қажеті жоқ екен негізінен. Сізге мемлекет тарапынан қандай көмектер көрсетілді? Мемлекет тарапынан негізі жалпы айтқанда біздерге көтерме ақша берілуі тиіс, және де үй қарастырылады негізінен. Бірақтан заң жүзінде мен қазіргі таңда яғни уақытша жаңағы декреттің орнында жұмыс істеп жатқандықтан әзірге заң бойынша. Бірақтан мен басқа жерлерге баратын болсам, яғни өзімнің нақты орныма баратын болсам, бұның барлығы қарастырылады. Үйде және де көтерме ақша барлығы беріледі. Осы бағдарламаға жастарды тарту үшін қандай өзгерістер енгізілгенін қалайсыз? Негізі барлығы осы жаңа ауылда жұмыс істегісі келмейді ғой енді студенттер жалпы. Бірақ мен айта кетейін, менде ең басында қорқыныш болды. Сол себептен мен ойлаймын, практика кезінде, яғни соңғы жылы біз енді қаладан практикадан өтеміз ғой университетте. Соны ойлаймын, соңғы жылы барлық студенттерді ауылдан практикадан өтсе деп, содан кейін олардың ойлары өзгереді деп ойлаймын. Ең басында жұмысқа тұрған кезде ондай қиындықтар тумайды. Қазіргі уақытта сіз істеп жатқан ауылдың тұрмыс жағдайы сізді қанағаттандыра ма? Мен осы Ақтөбе облысы Алия Молдағұлова атындағы орта мектепте жұмыс істеп жатырмын, осы Алия ауылында. Яғни Батыр апамыздың аты берілген ауылда. Сол себептен бұл жер өте керемет жер. Трассаның бойында барлық газ, судың барлығы бар. Бұл жерде енді музей де бар, спорт кешендері де бар. Сол себептен өте керемет тұрмыс-тіршілігі, және де ауылдың жалпы адамдары да өте бауырмал. Сол себептен онда ешқандай
бізде қиындық жоқ. Барынша жастарды осы бағдарламамен қызықтырып, ауылда қызмет етуге деген құлшынысын арттыру үшін біз не істеуімізге болады? Көбірек осы туралы таныстырылу керек. Жалпы шыны керек, студенттер көбінесе білмейді бұл бағдарламаны. Сондай жаңағы 4-ші курста жаңа айтып өттім, осындай практика жүзінде балдарды таныстыру керек сияқты. Қазіргі уақытта жастардың тәжірибе кезінде ауылға барып қызмет етуін міндеттеу дипломмен ауылға бағдарламасының одан ары дамып көркендеуіне әсерін тигізеді деп ойлаймыз. Жастардың ауылда жұмысқа деген ынтасын арттыру үшін ауылдағы инфрақұрылымдық жағдайын көтеру керек, яғни ауылдағы интернет күшін көбейтіп, ол жерден кинотеатрлар, сауда орталықтарын, ойын-сауықтыру кешендерін, концерт залдарын ашып, ауылды дамыту қажет. Әр мемлекет грант иегері жоғарғы оқу орнын бітірген сәттен бастап ауылға жұмыс істелуі міндеттелуі қажет. Және де 4 жыл оқу ақысын стипендиясын мемлекет төлеп бергендіктен, ол мемлекетке деген ризалығымен және де жауапкершілігімен ауылға аттанып, ауылда 2 жыл көлемінде жұмыс істеп беруі міндеттелуі тиіс. Және де егер де ауылда жұмыс істеуден бас тартқан жағдайда, оған айыппұл төлеуді міндеттеу керек деп ойлаймын. Егер де ауылға жастарды осылай тартатын болсақ, ауылымыз көркейетін еді деп санаймын. Қазіргі таңда халқымыз ең сүйіп көретін жас блогерлар мен әншілерді ауылға тартып, кең масштабты концерт қойып, видеоблогтар түсірсек, қаншама жастарды ынталандырып, ауылға деген сүйіспеншілігін арттырып, ауылдың қандай жағдай жасалғанын көрсетуімізге болады. Ауылдық аймақтардың әлеуеті мен оқу деңгейін көтеру мақсатында жүргізіліп жатқан дипломмен ауылға бағдарламасының барынша дамып көркеюіне атсалысайық.